Бүгін таңертең ерте сағат дейтін таң намазына ұйықтап қалыппын. Тұрсам сағат 6-тан кетіп жатыр екен. Будильник бастап ұйықтай беріппін ғой. Содан аппақ болып күшті болып суға түсіп алып, әтірімді сеуіп, үйдегі бар немді әдемі киімді киіп, мешітке қарай жол тарттым. Балалардың бәрі ұйықтап жатыр үйде. Содан кейін бардым да машинамды қыздырып алып, осылай мешітке қарай кетіп бара жатырмын. Бүгін айт намазы оқылады сағат 8-ге 15 қалғанша Атырау бойынша. Осылай мешітіме келіп, мешітімді киелі Алланың мекенін осылай фотоға түсіріп, сыртынан уже мен барғанда уағыз айтылып жатыр екен. Күн жап-жарық, адамдар дейтін бәрі осылай мешітке қарай ағылып келуде. Мына жерден дейтін бір апамды көріп қалдым. Сол апаммен амандасып, одан кейін жүздесіп, қол алысып, мешітке қарай келдік. Мешітке қарай осы келе жатқанда мешіттің алдында таспиқтар, мисктар, ерлерге, әйелдерге арналған сатылып жатыр екен. Ары қарай өтіп кетіп ішке барсам, осылай өзбек бала күшті қылып қазан кебап жасап қойған екен, қып-қызыл қылып. Соны апатайым екеуміз ар жақта қонақта айттың дастарханын әзірлеп кеткенбіз кеше түнде. Сонда қонақтар отырып, соларға осылай біздерге өзбек, аты Мақсот дейтін өзбек, Алла разы болсын, кешегі оразаның соңғы күнде де дәмді қылып палау пісірді. Бүгін де осылай кебап пісіріп, осылай апаларымыз осы жақта небір жақсы дұға тілектерін айтып жатыр. Баршамыздың күллі мұсылманның тілеген дұға тілегін Алла тағала қабыл етсін. Бүгінгі айт мүбәрәк айт баршамызға қабыл болсын. Ел бетіне, жер бетіне төнген ғалапат суды Алла тағала кері қарай қайтарып, бетін аулақ қылсын. Әмин.